Қайырлы күн, картошка қосылған вареники дайындаймыз. Ашылған картопқа су құйып, қақпағын жауып, жай отқа қоямыз. Ұнға тұз, жұмыртқа, бөлме температурасындағы суды қосып, орташа жұмсақ қамыр илейміз. Суда піскен картошканы езіп, татымына қарай тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Июі қанған қамырды үшке бөліп, қамырды қалың етпей, орташа чұқа етіп жайып, 4 бұрыштап кесіп аламыз. Қамырға езілген картошканы салып, жан-жағын жақсылап жабыстырамыз. Бәрін жасап болғанша, вареник жұмсарып кетпес үшін тақтайға ұнды сеуіп, варениктерді қойып, тоңазытқышқа салып қоямын. Подливке сары майды ертіп, езілген чеснокты, ащы емес паприканы қосамыз. Қайнап тұрған суға тұз қосып, варениктерді салып, пісіріп аламыз. Қамыры піскен вареникті сүзіп алып, ыдысқа салатын боламыз. Варениктерді 1-2 сілкіп ашып, бетіне тұздығын құямыз. Қалауыңыз бойынша пармезанды теркадан өткізіп қоссаңыз өте дәмді болады. Ас болсын.